сөйтеді да жаңағы жылап жатқан уақытта менің ішім бар ғой қайнағанда ол кездегі сезімді айта алмаймын. Екінші дедім, ақша сұрайтын болсам анашымнан, я болмаса әкемнен, мен атым үшін дедім. Бұдан былай ақша сұрамаймын. 11 баланың барлығы кәсіпке бейім болды ма? Енді әкем өте іскер кісі болды, былай айтқанда. Сөйтсем алыстан көре салып боқтады ғой. Бір есте қалатын бір қиын кезеңдер болды ма? Мен осыдан қарап тұр дедім да, ішіме сетпедім, мен сенің орныңды тартып аламын дедім. Енді студенттік шақта кәсіппен айналыстыңыз ба? Сонда анашым қол қалтырайды ғой дәлелдейді. Мына ақшаны қайдан алып алды? Сен ұрлап алдың ба дейді. Кәсіппен айналысып жүріп те оқуын бітіруге болады ғой негізі. Студент Жандарбек оқуын бітірді, қолда диплом. Сол диплом бойынша жұмыс жасадыңыз ба? Мына осындай ауыр жағдайда мен нөлден бастадым. Мен стекольный заводты алдым, үлкен компания. 150 миллион минуспен алдым оны да. Алда не боларын ешкім білмейді дейсіз ғой. Кез келген уақытта нөлден бастап кетуі мүмкін адам. Осы уақытқа дейін сіз серіктеспен жұмыс жасадыңыз. Енді жалғыз. Түн ішінде сағат 3-те звонить етеді, осындай здание жанып жатыр дейді да. Мен мұндай өрт болады деп ойлаған жоқпын. Сөйтсем бүкіл барлық өртеніп жатыр ғой. Жасырын болмаса, қаржылай шығын қанша болды? Серіктес таңдағанда қандай болу керек деп ойлайсыз? Мен тұлға болам деген азамат ерте тұрып әрекет етеді. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Сіздер Алмас Қылыш подкастын тамашалап отырсыздар. Бұл алаңда Қазақстандағы кәсіпкерлер, меценат, белгілі бір жетістікке жеткен тұлғалармен сұхбат болатын болады. Және біз бизнестағы тек жеңістерді ғана емес, сонымен қатар артында тұрған үлкен тәуекелдерді, шешімдерді талқылайтын боламыз. Және бүгінгі подкастымыздың алғашқы қонағы елімізге танымал кәсіпкер, көптеген жастарға үлгі болып жүрген меценат Жандарбек аға. Жандарбек аға, студияға қош келдіңіз. Рахмет. Жандарбек аға, уақытыңызды арнап келгеніңізге мыңда бір рахмет. Бәрекелді. Енді бизнес бағытына оралмас бұрын өзіңізге бір алғашқы сұрақтардан бастағым келіп тұр. Бала кездегі Жандарбек аға қандай болды? Бала кездегі Жандарбек дейсің ба? Иә. Момын, ешкіммен шаруасы жоқ, көп адамға ашылып сөйлей алмайтын, тұйық сондай адам болдым. Бір жағынан негізі еңбекке өте жақын болдым. Қара жұмысқа жақын болдым. Солай тәрбиелендік. Тамаша. Әкеңізден алған ең үлкен тәрбие не деп ойлайсыз? Әкемізден алған тәрбие дейсің ба? Жалпы әкемде өте момын шаруа кісі болды. Ол кісі деген қиын заманда өмір сүрген ғой. 32-ші жылы дүниеге келген аштық замандарында. Біздің өзіміздің апамызды көрдік қой, анасын, әкеміздің. Ол кісі айтып отыратын, осы бала деген қалай өмірге тірі қалды екенін өзін түсінбеймін осы. Тамақ болмаса да 32-ші жылы тамақ бермейді, әйтеуір даунап жатып тірі қапты ғой деп айтатын. Сондай қиын заманда өмірге келген кісілер ғой, темірдей мықты кісілер болды негізі. Жалпы ол кісі өмір бақи колхозда жұмыс істеген. Алдында колхоздың бізде жүгері көбе келетін. Алдында оның алдында мақта егілетін, жүгері егілетін, сол суғару солардың жұмыстарымен сол сушы жұмысын атқарды. Сол көбінесе үй шаруалары ғой, үйде мал ұстайтын едік. Соны таңертең кешке дейін әйтеуір ана жақтан, мына жақтан жерде ол кезде бәрі колхоздың болатын ортақ. Кішкентай ғана огород болатын, қалған жерде әйтеуір қырлардан, бір желеден шөп өріп, су арықтың ба жағалауларынан орып, сөйтіп малға азық жинап, сөйтіп күн өтетіміз ғой біздер. Яғни отбасымызда 11 бала өстік біздер негізі. Өте көп семьялы болдық. Керемет. 11 баланың барлығы кәсіпке бейім болды ма негізі? 11 баланың бәрі кәсіпке дейсің ба? Бұл енді әрине союз кезінде, ол кезде баланы оқытатын, содан кейін бос уақыт болмайтын балдар. Кім бала бос, ол енді колхозға жұмысқа, емесі қалаға барады, әр түрлі жұмыстармен қамтамасыз. Кім жұмыс істемейді, ол кезде бір үлкен бір айыппұл салатын беді, сондай болатын. Негізі о замандар союз кезінде. Барлық адамдар колхозда істейтін ғой. Марзымайтын ақша береді, соған күн келтетін. Соны
жанымызға медеу тұтатынбыз. Ол кезде идеология өте мықты болды ғой. Коммунистерді өте қатты дәріптейтін. Ол кезде мен де ойлайтынмын, сол кезде идеология соншалықты кіріп кеткен, өмір бақи мен тегін жұмыс істеймін мемлекетке. Осындай ақшасыз жұмыс жасайды деген сондай бір керемет бір идеологиялар болатын. Ел үшін, жер үшін, халық үшін дейтін. Советский Союз деп не қылатын ғой ол кезде. Керемет сондай бір. Бірақ заманымыз өзім балалық уақыттарыма ешқандай бір қапашылығым жоқ. Өте керемет, тамаша өтті. Отбасымызбен біз бақытты болдық, ешқандай жаманшылық болмады. Әйтеуір елдің алды болмаса да, арты болмаса да ортада өмір сүрдік. Енді әкем өте іскер кісі болды, былай айтқанда. Бүкіл ауыл бойынша мен мақтана аламын да. Біздің бақшамызда барлық егіне келетін. Мына помидоры бар ма, мына қияры бар ма, әлгі огурцы, огурцы деп қауын, мына арбуз бәріне келдім. Басқа ауылда ондай бізбенен енді ағайыны болды, інісі. Ол сол екі үйде осындай егін көп егілетін. Бүкіл жаңа жеміс-жидек үйде болатын. Сол мен әкеме тарттым ба, осы қазірде Алматыда бақшамда барлығы бар ғой, бүкіл өнім бар негізі. Соны егіп, сол бақшаға қарап, сөйтіп жүреміз арасында. Керемет. Жандарбек аға, сол бала кездегі енді барлық кезең жақсы бола бермейді ғой. Бір есте қалатын бір қиын кезеңдер болды ма? Сол кездері. Қиын кезең дейсің ба? Қиын кезеңді бір ерекше бір оқиға ма? Ерекше оқиғаны мен айта алмаймын, ондай басымызға келді деп. Ел қатарлы өмір сүріп аттық, бірақ ең үлкен маған удар болған әлгі ауылды жерді білесің ғой. Мен білімге, мына мектепте жақсы оқыған бала емеспін. Үй шаруасына жақын болдым. Үйдің малын, шөбін, азығын дайындаймын, анау сол кезде мен армиядан келетін болғам. Мен негізі бір жас ересектермен оқыдым мектеп. Содан 16 жасымда мен колхозға жұмысқа кіріп кеттік. Сол кезде армияға барып келгеннен кейін сол колхозға қайтып жұмысқа кірдім. Ол кезде 4 ауыл мұсылман ауылы болатын. Сол 4 ауыл мұсылман ауылының ортасында үлкен шошқа ферма болатын. Сол жерде тек қана біздер мұсылмандар жұмыс істейтін. Ауыл адамдар істейтін, сол жан-жақта ауылдағылар істейтін. Сонда бір қарауыл болып жұмыс істеген уақытта түнге қарай енді торайлар енді не қылайды ғой, шошқалар торайлайды. Соны қараған уақытта көп торайдың жаңағы туылған уақытта негізі 1-2 торайдан өліп шығады ана. Өздері 15, 20, 21, 25-ке дейін туады ғой торайлар. Сол кезде әлгі енді бала не ғой, балақ деп айтпаймын ғой, сонда жұмыскер, қызметкер әйелдерде пароходқа тастаған, мен де анау 17-18 шошқа тастаған ғой, бір 60-70-дей бұққан ғой, жатқан әлгі торайдың балдар. Сол кезде мен 11-де шаршап ұйықтап жатқам, әлгі Чучалов деген бір соны заведующий ғой, бүкіл ферманы сол шақырып атыр деді. Мен ұйқыдан әзер дегенде тұрып бардым. Сөйтсем алыстан көре салып боқтады ғой. Ай, не енді аузына кейін бақтады. Мен оған орысша да білмейміз ғой. Палканы қолыма ұстаймын, мына мен орысша деп қоямын да. Жоқ та, ана маған сөзге келтірмеді. Мені сөз айтқызбады. Вон отсюда деп. Сондай бар ашумен не қылды ғой былай. Ана боқтаған ашуыма келді, басқа келді. Мен осыдан қарап тұр дедім да, ішіме сертпеді. Мен сенің орнын тартып алам дедім. Осы жұмыстан не сөзім тыңдамады, айқайлап, боқтап, анадай не қанақта, біз енді әрине боқтықты көтере алмаймыз ғой. Содан ашуланында бір орында жаңағы қолымда таяқ тұрған жерге орында ана теріс қаранда кеттім. Үйге бардым, жаттым, не істеймін. Жұмыстан шығып кеттіңіз, Жұмыстан шығарып жіберді, Содан қалайда мен оқуым керек. Қалайда мен институтқа оқуға түсуім керек. Мектеп жақсы оқымаған. Содан үйде кітаптар болатын, әдеби кітаптар, азғана. Әпкелерім оқиды, соны оқысам түсінбеймін. Ары оқимын, бері оқимын. Жоқ, мен қалайда оқып, осы кітапты дос қылым келді деп, сол кітап оқи бастадым. Соны егер жай 1 ай, 2 айдан кейін қарасам, уже романдар оқып жатырмын ғой. Соншалықты мынау білмеймін, үйренбеймін деген нәрсе бос әңгіме. Егер талаптанатын болса, сол
мына мидың қатып қалуы бар ғой. Шынымен миды қозғап мына ойланса адамның миы кез келген мақсаттарға дәрежеде. Кез келген сұрақтың жауабын Сол 1 ай, 2 ай, 3 ай, 5 айдан кейін мына ауылдың сиырын бақтық. Ол поташ деп айтады, әлгі бүкіл сиыр шығарып аласың да бағасын. Сонда түн ортасында әкем келеді ғой. Әй балам, жатсайшы, ертең падаңды анау сиырыңды бағасын, әлі жатпағасын ба дейді ғой. Сонда түн ортасына дейін оқимын ғой, кітаптың соншалықты беріліп кеткен. Содан кейін әлгі поляда жүрген неде сиыр бағып жүрген уақытта түскі уақыттар болсын. Тек қана кітаптан көз алмай қалдым. Соны не керек, 1 жыл кітапты оқыдым да, мынау Алматыға институтқа өзім сол күшіммен институтқа түсіп кеттім. Соны не керек, мына институтта өте жақсы деген бағамен бітіріп шықтым. Қай университетте оқыдыңыз ба? Мен енді Малгардыгерлік институтта оқыдым. Екі факультет бар. Ол кезде за ветеринарный институтын, кейіннен ғой аграрға қосқаны. Ол кезде схи деп айтатын. Екеуін қосып аграрный болды. Сонда екі факультет, біреу мал дәрігері, екіншісі зоотехник деп айтады, азық дайындау. Сол бөлімінде оқыдым негізі. Енді студенттік шақта кәсіппен айналыстыңыз ба? Студенттік шақта мынандай жағдай болды да, мен енді көбінесе осыны айтып жүрмін да. Бірінші мені анам үйден шығарып салғанда, әлгі қол қалтырап төсектер жинап тұрады ғой біздер. Көрпе төсек жинайды ғой. Соның арасына қолын тығып, әлгі ақпақ шүбірекке ақшаны алып шығып, қол дірілдеп маған беріп алды. Сөйтіп не керек, оны алдым да қалтама сала салдым. Сол кезде анашым айтады ғой, әй, мына бала мынаны жоғалтып аласың, қалтыра, нәскиіңе тығып алшы, мына түрсейің ішіне тығып алсайшы дейді ғой. Мен намыстан түрсей, нәскиін не істеп қоямын ғой іштей. Содан не керек, тыңдамай, пойызға мініп, ол кезде отырар пойызды, сол кезден жүреді, Шымкенттен Алматыға түстім. Екінші вокзалдан түскенде троллейбусқа адам көп қой, ығыл-жығы, соны егер сығылысып, әлгі троллейбусқа мініп кетіп едім. Бір уақытта есіме түсіп кетті ақшам. Паспорттың арасына салғамда, мына қалтама сала салғам. Сол паспортым жоқ. Жүремін, зөр еді, неғып қалдық, қорқып қалдық. Соның не керек, паспортты ары қарайым, бері қарайым, сөйтіп қарасам, біреулердің аяғының астында жатыр екен. Қуанып кетемін де, әлгі паспортты көтерсем, ішінде корточканы жыртқанда ақшаны алып кеткен, лақтырып кеткен ғой паспортты. Соны не керек, менің достарыма алғысымды мың алғыс деп айтқым келеді. Сапар, Әбсалам, Нұрлан деген 4 бала болып бір бөлмеге орналастық. Соның ақша жоғалтып алдым десем, жігіттері бізбен жүре бер, біз ақшаны төлеп жүре береміз дейді ғой. Сондай бір керемет ақкөңіл халықпыз ғой. Мен арым шыдамады. Соның не керек, бірінші апта вокзалға барып, билетсіз зайчик дейді ғой. Соның вагон туалетке тығылып қалып, соның не керек, кешке мінесін, таңертең Шымкентке бардық. Сөйтіп түсіп қалып үйге барсам, анашым сыпырып алып, үйдің алдын сыпырып жүр екен. Әлгі мені көре салды да сыпырғысын жүгіріп, лақтыра салды ғой. Сөйтіп жүгіріп келеді да менің әнегі бетімнен ұстап, көзімнен сүйіп, саған не болды балам, қайда, не үшін кетіп қалдың, институттан шығарып жібердің ба деп, әлгі не қылады ғой, жылағандай болады. Соны не айтарын білмеймін. Әттең, қалай айтсам, ыңғайсызданам. Соны ақшаңызды берген жоғалтып алдым деп отыра салып жылады ғой, көзін ерік беріп. Шеттей бала шағасындар, сендерді қайт мен асырайым деді ғой. Шеттей бала шағасын, не қалай асырайым деді. Сөйтеді да жылап атқан уақытта менің ішім бар ғой, қайнағанда ол кезде сезімді айтамаймын. Екінші дедім, ақша сұрайтын болсам анашымнан, емесі әкемнен, мен атым үшін дедім. Бұдан былай ақша сұрамаймын. Сондай бір намыстанған уақытта әлгі көз жасын көргенде есіме, енді ол қиын болды да сол кезде. Ертесіне ақша біраз берді. Содан тағы зайчик болып Алматыға келдім. Содан Алматыға келгеннен кейін, сол менің бағыма сол Сапар деген Жұмабек досымызбен араласамыз. Сол жігіт старосты болды. Бірінші аптаның өзінде. Ол енді мықты армиядан служить еткен, өзін көрсетті. Соны сол досым айтамын, сұрайым ғой,
бірге жатамыз, қандай жұмыс бар десем, сен істемейсің ғой дейді. Істеймін мен. Әбіштан полын жуу керек дейді. Жасаймын мен. Әбіштан полын жуудым. Содан кейін тағы қандай жұмыс бар деп қосымша. Сөйтсем, почтальон жұмыс бар дейді. Мен әкем почтальон болды ауылда соңғы жылда. Поштаны жақсы білем, жақсы үйренгем. Болды, мына қуанып кеттім, оны жұмыс істеймін. Соны жұмыс жасады. Содан кейін не керек? Мынау манты, мынау сататын болдық. Сондай не алдық. Сол не керек? Сол студенттік кездің өзінде бірнеше бағытты көрдіңіз. Иә, соны жұмыстар жасап жүріп, кейіннен дефицит болып кетті ғой. Барлығына дүкенде ештеңе жоқ. Енді әрине біреулері ойлауы мүмкін, қара, мара, мынау дейді ғой. Содан кейін арақ дефицит қой. Сол кезде таңғаламын да, соны қай жерде арақ сатылады іздеп жүреміз, ящик анау барып анау очередь болады ол кезде. Адам деген қырған. Мен бар ғой, сондай күш болды ма, өзім бойым кішкене ғой, әлгі кез келген мынандай 100-200 адамның бар ғой, арасына кіретін болсам алдынан бір ақшам ғой. Жаңағы шымырмыз ғой, ауылда әбден жұмыстан шындап қалмай, иықпен кіріп лақтырып кете беремін да. Соны алдынан бір ақша арасынан анау үстіне ақша бар, бір ящик алып кетесің. Сол кезде студенттерге таңғаламын да, үйден ақша келмейді, басқадан келмейді, соны алып ішеді ғой. Содан кейін сигарет алып саттық, мант істеп саттық. Бірақ бір несі 5-ші курсқа дейін сондай болды. 1-ші курстан 5-ші курсқа дейін дефицит болды. Жалпы ештеңе жоқ. Соның ауылға арасында мынау Қытайдан жайлап нелер келе бастады. Кроссовка, мынау ақпақ, ол кезде орамалдар болды. Соларды Шымкенттің базарына барып сатып, ары-бері не қылып, соны не керек? Ең соңғы курс бітіріп жатырмыз ғой. Сол кезде бір досым болды, енді Шаяның жігіті. Ағам қоймайды, мына ақша, маған бір аптаға ақша берші деді ғой. Соны не керек? Сол сауда жасап жүрген әлгі арақтың ақшалары ғой. Сол кезде сол жігіт сол ақшаны бердім. Сонымен ол досымды көрген жоқпын. Содан кейін не керек? Алып кетті. Кейіннен ана әлгі ол жігіт қайтып келді ғой, бірақ оған өте үлкен жақсылық жасадым. Енді ол миллионер болды ғой кейін. Қазір балдары бар, әке ол досымыз қайтыс болып кетті. Оның қателігі не болды? Сол ақшаны алғаннан кейін жоқ болды да, мынау ол кезде мынау көшеде тұрып не қылады ғой, жұмыс жалдайтындар не деп айтады? Мынау көшенің бойында жігіттер тұрады ғой, сондай жұмыста жүрген ғой, жаңағы ақша алып кеткен жігіт. Соны бір досымыз көріп қалып, ана Жандарбекке тауып берші, сол жігіттің қасына, сол досым қасына апаршы. Мен сумкасын көтеріп жүрсем де, соның арманым жоқ, бақыттымын деп алған жігіт қой. Кейін ол да өзінше бір әңгіме ғой. Ол өте мықты, мен көмегім арқасында бір жағын алла жақсы көтеріліп кетті. Аға, жаңа сіз айттыңыз ғой, университетте оқып жүріп, кәсіппен айналыстыңыз. Сол кезде оқуға кедергі болмады ма? Мен айтайын, оқуды мен 1-2 курста өте жақсы оқыдым да. Арасында мен елдер сияқты қыдырмайтын. Достарымыз болды ғой, кешке қарай алады да қыдырып кетеді. А мен күнде тек қана ойым сабақ оқу, жұмыс, одан кейін мен 4 бала болып жаттық қой. Мен күнде тамақ дайындаймын. Сондай еңбекке жақын бөлмелер таза ұстаймын. Қыдырып кетеді, мен кітап оқып жатамын, басқа қыламын. Стипендия жоқ ол кезде? Стипендия мен повышение алдым. Елде 40 алғанда мен 60 стипендия аладым. Негізі ақша жағынан сол мен өзіме айттым ғой, жаңағыдай сет бергеннен кейін бір ақша анашымнан сұрап көрмеді. 1-ші жылы уже 1000 рубль апарып бердім. 1000 рубль деген өте үлкен ақша. Сонда анашым қол қалтырайды ғой, дірілдейді. Мына ақшаны қайдан алып алды? Сен ұрлап алдың ба дейді да, сөнеді. Әкемнен кенженесі бар, өзім бауырым бар, үлкен менен алған. Соны Алматыға жібереді ғой. Ай, мына маған ақша әкеліп берді, мына бала бір нәрсе бүлдіріп жүр. Барып көріңдерші, не істеп жүргенін деп. Артынан ағаларым кетіп, соны ағаларым күтіп, жақсылап жібердім. Айтып барған сияқты барған кейін. Яғни ол таза еңбекпен, кәсіппен келген ақша. Мысалы, қазіргі жастардың көбісі университет кезінде бір қомақты ақша тауып,
болды мен кәсіпкер боламын деп оқуын тастап кетіп жатқандар да бар, ондай өте көп. Дипломын құрбан етіп таза кәсіпке кетеміз деп, бірақ ақыр аяғында ол кәсіпкер болып шықпауы да мүмкін деген сияқты. Соған қалай қарайсың? Мысалы кәсіппен айналысып жүріп те оқуын бітіруге болады ғой негізі. Енді қазіргі уақытта барлық мүмкіндік бар ғой. Керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұл заман негізі өте ақылдылардың заманында, егер ақыл болса. Ақмақ болам десең, ақмақтардың да заманы. Жеткілікті өз-өзін жоғалтып жүрген, өмірден ләззат іздеп, ләззаттың қайда екенін түсінбейді, білмейді. Сол ішу жеу, қыдыру, әлгі балдармен арзан ойын күлкі. Кейбір кезде көп балдарды қарайсың да. Мынау біздер енді біраз өмірлік тәжірибеміз бар ғой. Даже балдардың күлкісінен, күліп атқан күлкісінен ананың деңгейін сезесің ғой, анықтауға болады. Баланың қандай деңгейде ойын анықтауға болады ғой жалпы. Ол қандай адам екен, мынау күлкісінен білінеді адамның да жалпы. Қазіргі жастар керемет заман. Әлгі айтқан оқуын әрине бірге оқуға болады. Ол үшін дисциплина керек. Оқуды жақсы көру керек. Оқуды махаббатпен оқу керек. Мен енді институтта жүрген уақытта мен қасымдағы сол Әбсалам бар, Нұрлан бар, мынау кім Сапар бар. Солардың орнына неге изамға кіріп изам тапсырып шығатын. Сондай соған дейін алып қой. Себебі мен олар қыдырып кетеді, а мен тек қана кітап оқу. Содан кейін тамағымды дайындап, жаңа жұмыстарға барып келемін. Бұл алғып басқа бос уақыт жүргізген жоқпыз. Міне соны университеттегі белсенділік, активистік өмірге араласқан жоқсыз ба? Мен негізі активистік өмірге араласқандай да болдым бірнеше рет, бірақ осы трибунада сөйлейтінмін, сол кішкене ондайлар бар еді. Оның пайдасы кәсіпке тиді ма? Оның пайдасы ешқандай кәсіпке тиді деп айта алмаймын. Қатты, өзім негізі мына қала адамды пісіреді ғой. Егер сен дұрыс жол таңдасаң. Қала деген адамның мәдениеттің ошағы ғой айтқанда. Барлық жақсында, жаманында бүкіл анализ жасайтын жер. Ауылды жерде көбінесе даммай қалған сол ғой, көп көре алмайды, ештеңе не қыла алмайды. Сол күнделікті көрген сол әттең ауылды жерлер жаның ашиды қазіргі уақытта. Сізден Жандарбек оқуын бітірді, қолда диплом. Сол диплом бойынша жұмыс жасадыңыз ба? Бастапқыда. Сол дипломды біз алуын алып алдық, жақсы деген мақсаттармен. Сол дипломды әлі көзім, қолым астап көрмейтін. Сол бой сандықта жатыр. Сол кезде былай болды ғой, біз 92 жылы бітірдік. 87-де түсіп, 92-де бітірдік. Ол кезде бүкіл колхоз, совхоз тарап атқан кез. Ешқандай ондай мүмкіндік болған жоқ. Бәлкім ол сол колхоздар ашылып, ары қарай дипломмен жұмыс жаса деген уақытта мен жұмыс істемейтін едім ау деп ойлаймын. Себебі мен уже сол кезде, студент кезде уже бизнеске қалыптасып кеттім. Ақша табуды үйреніп алдым. Енді жақсы, алғашқы тұрақты кәсіпке қалай келдіңіз? Оның алдында қанша кәсіптерді көрдіңіз? Шамалап айтсақ. Мен негізі өте менің 3 ағайынды болды. Менің әкем. Ең үлкен әкем менің әкем болды, одан кейінгі жолдас деген кісі, одан кейін Андас көкем деген көкеміз болды. Ол кісі үлкен жақсы ветеринарный аптека, районный аптекадан жұмыс істеді. Ол кісі өте бауырларын былай ұстады, былай айтқанда. Себебі ода дүние болды, ақша болды, бауырларын бір қой сойса бірге сояды, бір жылқы сойса бірге сойып алады. 3 ағайынды енді тату тәтті былай бір отбасындағыдай өмір сүрдік. Себебі ол кісі мықты болды да. Содан кейін мен анашым өте андай ақ көңіл болды. Тек қана анау жетім өскеннен кейін бар бауырларымды істе, бауырларымды ал. Содан не керек, мен институт бітірген уақытта ақша істеп жүрмін. Ана бауырымды ал, мынаны бауырымды ал, қасыңа ерт дейді да. Сонда мен бүкіл бауырларым, туысқан бауырларым бәрін қасыма алдым. Сөйтіп бәрі мен қасымда жүріп тәрбие алды. Бизнес үйренді. Қазір жеке бәрі шетінен жақсы тұрмыс құрып жатыр негізі. Жаман емес жағдайлар. Соның үлкен себепкер болдым да олардың бәріне, ағайындарыма. Менен кейінгі екісінің бар, олар Ақтауда тұрады, олар да жақсы бизнесте.
әпкелерім мықты бизнесте жүр. Сондай жалпы ағайын туыс бәріне көмектесіп жүрдік қой. Сонда ана барда мына ағайын бауыр мықты әке барда жақсы араласады екен. Ол кісілер кеткеннен кейін өзінің бала шағаң өскеннен кейін жай аралары алыстай беретін сияқты ғой. Алыстап кететін сияқты. Керемет. Енді жаңағы қазіргі таңда Жандарбек ағаның өте үлкен өндіріс орны бар, яғни терезе шығарумен айналысасыздар. Оборотын білсе бола ма? Айтуға бола ма? Оборотты айтайын десем, қалай айтсақ екен. Менде осы ғимараты өте қатты өртке ұшырағаннан кейін, мен енді партнермен 23 жыл бірге жұмыс істедік. Ол партнер сол мына бітпей жатып ұсыныс жасады. Екі компанияға бөлінейік. Ол кісіге айттым, мен партнер боламыз ғой, жоқ, кішкене жұмыс жасайық, мына бітіріп алайық деп едім. Ол кісі күтпеді. Ертең кім бар, кім жоқ, оны біле алмаймыз, бөлінуіміз керек деді. Соны не керек, мына осындай ауыр жағдайда мен 0-ден бастадым қайтып. Бөліске түскен уақытта әрине мен стекольный заводты алдым, үлкен компания. Екінші мына пластик, алюминий жағынан менде тек қана складтар қалды, бос. Одан кейін үлкен цех қалды, товар жоқ. Сон қайта 0-ден бастауға тура келді, бірақ шүкір қазір команда жиналды, оборотта жайлап көтеріп келе жатыр, өсіп келе жатыр. Стекольный заводты да енді үлкен ғой, еселеген уақытта 150 миллион минуспен алдым оны да. Оны да жайлап қалпына келтіріп жатырмыз. Сондай жағдай, жалпы 0-ден бизнес бастағандай болатырмыз, бірақ 23 жылдық тәжірибеміз бар, еңбегіміз бар дегендей. Алда не боларын ешкім білмейді дейсіз қой. Кез келген уақытта 0-ден бастап кетуі мүмкін адам. 0-ден бастап кетуі мүмкін. Сондықтан қазір біз бизнесті 0-ден бастағандай болатырмыз, бірақ бұл салада өте мықты сенімге кіргеннен кейін товар беру, анадан товар алу, барлық мүліктерді әлгі кредитке қою, оларға залогқа сөйтіп товар алып, сөйтіп не керек, тайтайлап өсіп келе жатырмыз, жаман емес. Керемет, берекелі болсын. Бірақ ең басты бизнестегі шарты, мына жігіттер болатын болса, жаңадан істеп жатқан жігіттер болатын болса, мына тіл ғой. Тілден не шықса, соны жасау керек. Мен бала кезден мынау кейін бизнеске келгенде болсын, мен не айтам, соны жасауым керек. Мен оны жасамасам, мен ұйықтай алмаймын. Мен айтам ба, істеймін. Айтпасам, істемеймін. Менің тілімнен не шықса, соны жасауым керек. Солай мен өзімді қалыптастырдым. Бұл ең үлкен бизнестің жеңісі. Сен сенімге кір, өте мықты бизнеске көтерілесің. Мысалы, біздер әлгі партнермен жұмыс жасағанда, мен мына пластик жұмысын партнермен 3 жыл бұрын бастағам. Мен бауырым ашып бергем. Сонда бауырым не керек, осы салада жұмыс жасап жүріп, әлгі Түркиядағы үлкен компания, енді Асаш деген фирма, соны Ахмет деген кісі, Мемет деген екі ағайын кісі бір ақыл айтты да, Жандарбек деді, бір нәрсені еске ал деді. Бизнесте деді, еш уақытта деді, еш қашанда бір нәрсені жаңылдырма деді. Сенің істесетін фирмаңның бәрі мықты болу керек деді. Кез келген уақытта сен құлаған уақытта аяқтан тұрғызатын, көмектесетін фирма болу керек деді. Сол миыма қалып қойған ғой. Сонда әлгі фирмамен жұмыс істестік. Кешеге дейін жұмыс істестік. Енді ол фирмалар қазір ана кісіде қалды ғой. Енді ары қарай істеседі, істеспейді білмеймін. Бірақ мен түбі солармен тағы кездесіп, бір кішкене аяққа тұрған уақытта істесіп кететін шығармыз. Ол кісілер Түркияда ең мықты компанияның біріне айналды. Сол кісінің сөзі менің миымда қалды. Еш уақытта одан кейін айтқан сөзінде тұрғын. Сенімге кірді. Сол компаниялар бізге сенесің ба? 3 миллион долларға дейін товарды ешқандай жазусыз сеніммен берді. Сеніммен берді. Содан біздер өте жақсы жемісті болды. Бірақ көбінесе жастардың қателесетіне жұмыс деген қайнайды ғой. Кейбір кезде өте қатты қайнайды. Сен өзің жоғалтып аласың ақшаның көптігінен. Сол кезде бір нәрсені ұмытпау керек, әсіресе жастар. Бұлай жұмыс бола бермейді.
сол уақытта сен керісінше жұмыс жоқ, ақша жоқ сияқты қызмет етуің керек қой. Жұмыс жасауың керек. Ақшаны сол сынақ мәресінде, сынақ кезінде сондай оймен. Моменттер уақытта ақшаны құртпай, керісінше бұл ақшаны жақсы инвестицияларға салып, жақсы мүліктерге саптаса керек. Біздің қателіктеріміз сода болды ғой. Жұмыс деген қайнап жатады. Ой, біз деген жүрдік емес пе? Осы нәрсені жастарға айтамыз. Осы тұста ақшаны жинақтап, жақсы ертеңгі күні фундаментке жақсылап қою керек. Себебі бұлай жұмыс бола бермейді. Бұл моменттер ғой, бұл мына графика сияқты бұлай. Бірде бар, бірде жоқ дегендей. Сондықтан бұндай уақыттарда әсіресе мына жастарға айтатынымыз. Осы моментті абайлап, ақша жоқ сияқты ақшаны жақсылап тұрып, дұрыстап не керек қой? Жұмсамай, әдемілеп, соны келешегіңе жинақтау керек. Фундамент қылып қалыптастыру керек. Жандарбек аға 60 жастан асып, қайттан былайша айтқанда нөлден бастап жатса, осы уақытқа дейін сіз серіктеспен жұмыс жасадыңыз. Енді жалғыз. Жоқ, мен мысалы серіктеске дейін мен өз бауырларыммен жұмыс істедім ғой. Бауырларымда әртүрлі мүліктерге, әртүрлі фирмалар ашып, бәрі шетінен фирмалардың басында болды да. Мен серіктеске кеткеннен кейін бізге 2003-те осы жерде аштық. Біздер бірден жақсы болып кеттік, себебі оптовый әкелеміз, оптовый тарататынбыз. Сөйтіп не ғана уақытта менің бауырларым бәрі қай бизнестің басында өздерін тастады да кеттік. Ол жерден ақша алу, анамнан жоқ, бәрі өзінің бизнесінің басында қалып кетті. Сөйтіп біз өзім бауырлармен сондай арасыз, ешқандай ұрыссыз, керіссіз бәрі шешіммен солай жақсы болды біздер. Енді тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Өткен жылы сізге барлығымыз білеміз, өте үлкен сынақ, яғни мына бизнес орталық өртеніп кеткен болатын, Енді ол өмірлік үлкен сынақтардың бірі деп өзіңіз де қабылдайсыз ғой. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұр аға. Қандай бір сондай үлкен сынаққа, енді әрине Алланың ісі ғой, бірақ қандай бір ақыл кеңес айтасыз? Және ол неден болуы мүмкін деп ойлайсыз Жандарбек аға, негізі? Ол Алланың ісі болғанмен, енді іштей бір ойлар болған шығар жалпы. Енді ол қандай бизнеста қандай қателіктің салдарынан осындай нәрсе болып кетуі мүмкін деген сияқты? Мен ойлаймын, ол негізі мен бұл енді әрине өте қатты не болды. Біз үшін удар деп айтады ғой. Түн ішінде сағат 3-те звонить етеді, осындай здание жанып жатыр дейді да. Соны не керек, біздер 3:30-да ма келдік, резко тұрдым. Мен мұндай өрт болады деп ойлаған жоқпын. Сөйтсем бүкіл барлық өртеніп жатыр ғой. Соны не керек, мен кеттім дедім. Қасымда жұбайым бар. Жоқ, мен қалам деді да. Мен машина міндім де кеттім. Сөйтіп үйге бардым, жаттым, не істеймін? Таңғы 4-5 қой тұрайын дедім да. Немді рюкзагымды кидім де кеттім. Білесің ғой, күнде таңертең ерте тұрамын, содан бардым, суға түстім. Сөйтіп ары жүріп, бері жүріп, сол күні негізі мен мына өрт болған жерге келген жоқпын. Не болса да болар іс болды. Енді соны қалайда дұрыстап, одан да мықты қылып, одан да жақсы салуым керек деген сияқты ақылыма мақсат қойып, артқа қарауға, я шегінуге, я қайғыруға, я оны өзінің жүрегіне алып ауыр нәрсені көтермеуге мен мүлде ойлаған да жоқпын. Қалайда мен аяққа тұрғызым керек. Ертесіне келдім, ертесіне келсең бәрі талқан болып жатыр ғой. Ештеңе жоқ, бәрі талқандаған. Ал Жандарбек, ары қарай істе, бітір енді. Ештеңе етпейді. Бұндай нәрсе негізі дүние ол. Баяғыдан айтады ғой, қолдан кір деп айтады. Ол енді жай сөздер шығар, бірақ ауыртпалықты әр адам көтере білу керек. Мен мүлде шыны керек. Қайғырған да жоқпын, ойлаған да жоқпын. Ертесінде күнделікті тауға барып жүрдім, мотивация елдерге беріп жүрдім, айқайлап жүрдім. Дым болмағандай жүрдіңіз ғой, былайша айтқанда. Не істейсің енді? Басқа оны көтеруің керек қой. Оны сен егер осал болсаң, сен әлсіз болатын болсаң, андай ауырып жататын болса, саған кім деме береді? Өз-өзіңді болмасаң. Ол кезде аға, жасырын болмаса, қаржылай шығын қанша болды?
енді жетеді енді. Жоқ, сол миллиардға барады ғой бүгін несін. Бүкіл мына зданиядағылардың бәрін шығындарын өтеп бердім. Барлық нелермен келістік, сол өтеп бердік. Енді шүкір бәрін тазартып, кішкене қиындықтар бар, енді азғана кісілерге қарызым бар, оны да жақын арада өтесек, сонымен аппақ тап-таза, бір адамға қарызым жоқ. Солай өмір сүреміз, ешкімге қарызданбай, бүгінге дейін де қарызданған жоқпыз. Солай неғып келе жатырмыз. Бұндай заман уақыттарда ешкім мынау дүниені жүрегіне сіңірген адамдарға ауыр бола ма деймін да, оны дүниені жүрекке алмау керек. Мен көлік болсын, мынау қымбат көліктерді біреу сұраса бере салатын, бар айтып келе берші демейді. Оны бір көлік деп қарамаймын да, жай мүлік деп қарайсың да. Әйтпесе егер сен дүниеге қатып қалатын болсаң, ол бітті ғой. Өмір деген, өмірдің сүрудің өзі қиындайды ғой, дүниеге жақын болған адамдар. Дүние бойында күш қуат болса, басында миың, ақылың болса, осы ақыл, ми, жалпы бойында күш қуат бәрі алып шығады ғой. Дүниеде ол барлығы сенің бойындағы қасиетің ғой адам. Жақсы қасиет болса, ол дүние кетпейді сенен. Яғни сіз бизнесқа андай ойын ретінде қарайсыз ғой, қатты жүрекке алмай? Жоқ, ондай жүрекке алмаймын. Жүрекке алмай, бірақ ойын ретінде қарайсыз, жаңағыдай бірде қиын болады, бірде ұтасың, бірде себебі ұтыласың деген біздер сияқты. бұны неге үшін ойынға қараймыз? Біз анау ауыл жерде ештеңе көрмей, ештеңе білмей, сондай қиындық деп айтпаймын ғой, еңбекті сағынып, өз-өзімді аямай жұмысқа салатым. Менімен ілесетін мына қара жұмыста адам болмайды, шынын айту керек. Мынау каникулда мысалы, осы институттан барған уақытта, бір айдың ішінде, бір ай 10 күн ба, 4 үйді топырақтан көтеріп тастадық. Фундаменттен ғой, топырақтан. Таңның атысы, кештің батысы. Тоқтамай, қасында балдар ілесе алмайды ғой. Жаңағы деген ағаласында, борқатасында. Мынау іштердің бәрі бөлек-бөлек темір болып қалғанбыз ғой. Сондай жоқ. Сол кезіндегі сол жерден жиналған қайтпастық, сол жерден жиналған еңбекқорлық, ол кәсіпке тікелей әсер етеді. Тікелей әсер береді. Қазіргі уақытта көп өзің көріп жүрсіңдер ғой, мына жастарды қарның ашиды ғой. Өмірлерін ойыншық қылып жүрді. Солардың дұрыс өмірді танысын деген сияқты қаншама инстаграмда еңбек жасап жатырмыз. Көбінесе истористерін көретін болса, не бір жақсы әңгімелер айтамыз ғой. Өмірге қажетті, жалпы. Егер түсініп оқыса, ол өзіне жақсы өмірлік сабақ алады. Бұл сабақты қалай айтсақ екен, мынандай қазақта бір жаман сөз деп айтады да, қарғыс сөз деп айтады. Өзің білме дейді, білгеннің тілін алма дейді. Бұны бала кезден мен естігем. Мен бала кезден бір ұтқаным негізі, ойлаймын осындай жолының ашық, дұрыс болғаны, көп үлкен жетіске жеткен жақсы кісілер болса, сөзін тыңдап, мұқият миыма тоқ болам. Әрбір сөзін содан кейін зерттеймін. Неге бұл айтты? Сондай жағдайда адам үлкен мақсаттарға дәреже жетеді. Жоқ, көп балаларға айтып отырсың, әңгіме айтып отқан уақытта мынаяқтан кіріп, мынаяқтан шығып, анау түріне қараған уақытта, қабылдамаған көрген уақытта әттең деп қынжыласың да. Қандай бұл солай болды, солай кетеді олар. Өмірде өзгермейді олар. Қандай болды, солай болып кетеді. Жас кезінен яғни тыңдай білу, іні бола білу, расымен ол болашақта мықты тұлға болып қалыптасуға тікелей әсер етеді. Сонымен қатар білім алу. Көбісі инстаграмнан беткі білімді біліп алады да, ары қарай уже терең ізденгісі келмейді, өзім білемін, өзім не істеймін деген сияқты. Сөйтіп ары қарай өте көп қателік қой солар. Білсең біл, білгеннен одан да білгенің артық қой. Ол керек болса ал, керек болмаса жай тыңдап ерегісудің қажеті жоқ, жай қоя қой. Онымен сөз сауғаластырып, онымен айтысып, онымен жаға жыртысудың керек жоқ. Ең адамның төменгі сатысы адамдармен айқайласу,
адам менен урушуу, өзүн далилдөө, болмаса жолдо турган убакта бир эки машина бири-биринен алиги жигиттерди көрүп айкайлашып, төбөлөшүп, не кылып аткан жигиттерди көргөн убакта, мынанын деңгейлери өтө төмөнгө деңгейдеги адамдар да солар. Сен миллиондаган адам бар, мыңдаган машина бар. Ким мен агас, ким мен жүресиң жалпы. Нең бар сен кимди түзүлө аласың дейм да. Сондай нерсеге, сондай жер потолокко не дейт го? Төмөнгө түспөй керек деген сыяктуу. Ага, мына кәсипке катысты бир эки сурак койгум келип тур. Сериктес немесе инвестор таңдаудагы кандай өзүңүздүн бир эрежелериңиз бар? Сериктес таңдаганда кандай болуп керек деп ойлойсуз? Енді біз серіктестік 23 жылға жұмыс істедік. Өте жақсы кісі, өте былай айтқанда іскер болды. Оның өзінің несі бар, артықшылықтары болды менің. Менің де одан көп артықшылықтарым болды. Екеуі сәйкесті болды. Бір-бірлеріңізді толықтырып тұрдыңыздар. Мен мына жұмыс, еңбек жағынан өте мықты болдым. Ол ана не жағынан мықты болды. Жоғарғы адам кісілермен сөйлесу, ол сөйлесіп жүрген уақытта мен араға кірмейтін. Мен нелердің бәрін іштегі командалардың жұмыстарын реттеп, жұмыстың ішінде процесстер қандай болады, не болады. Мысалы, терезе саласында мен 100% бүкіл нәрсесін білем да бұны. Қыр-сырын бәрін білем. Мен партнерім оны білет деп айта алмаймын. Ол кісінің өзінің бір жұмысы бар. Бір-бірлеріңіздің жұмыстарыңызды араласпайсыздар. Ол екеумізде бөлек-бөлек тағы жұмыстарымыз болды. Араласқан жоқ. Мына ордағы жұмыс болды. Сондай. Сонан кейін әлгі қанша дегенмен мінез болғаннан кейін мына ақша жұмыс жақсы болып тұрғанда ондайды көз жұму керек. Қандай мінезі болсын, басқа болсын, ақша түсіп тұр ма, нормальный ма, нормальный. Ол дүниеге таласудың қажеті жоқ та өзі. Әйтеуір таза жұмыс істеліп жатса, компанияға пайда келіп жататын болса, бөлісе білу керек. Ол жағынан уже көз жұму керек. Мінез жағы болсын, басқа болсын, қажет жоқ дүние деп ойлаймын. Түсінікті. Енді жұмысшыларды сіз қалай таңдайсыз көбінесе? Жұмысшыларды, мен сол именно жұмысшыларды таңдауда кішкене қателіктер жіберемін. Мен былай ақкөңілдік көп салам. Сол сенімге көп не қыламын, адамдарға көп сеніп қаламын. Мысалы, қазіргі уақытта құрылыс жасатып жатырмыз, стекольный заводта. Жақсы жігіттер жұмыс бересің, бірақ жалқаулықтарына таңғаласың да. Істей алмайды. Қазақ өз бауырларымызға жұмыс істесін, табыс тапсын дейсің, бірақ әттең-ай деп жүресің, өкініп кейінен. Сондай нәрселер көп болып жатыр. Жандарбек аға, подкастымыздың соңында дәстүрлі 3 сұрақ дегенді қостық. Өміріңіздегі ең маңызды бір қағидаңызды айтып жіберсеңіз. Өмірдегі қағида. Ең маңызды қағида менің тұрақтылық, айтқан сөзде тұру, еңбектен жалтармау, еңбек жасау, жұмыс жасау. Менің қағидам өлілгенше ешкімге назын кірмеу, ешкімнің назына кірмеу, ешкімнің ала жібін аттамау, қолымнан келгенше жәрдемімді, тәжірибемді бөлісу. Тамаша. Екінші сұрақ, бүгінгі ақылыңызбен 20 жастағы өзіңізге не айтар едіңіз? 20 жастағы дейсің ба? 20 жаста мен өзіме айтатын сол еңбек сүйгіштігім болды ғой, өте. Мен көбінесе қосатын ештеңе жоқ. Сол кездегі білімге, оқуға, әлгі еңбекке неғаным, баулығаным менің осындай мақсатқа жетуіме көмектесті деп ойлаймын. Біреуден бір артық, ямаса біреуден бір дүнием салыстырып, ешкіммен ештеңе ондай бір қасиетім жоқ. Барлығың бай болса екен, барлығы дұрыс болса екен, бәрі ақылды болса екен, саналы болсын деген ойым ғой жалпы бүкіл халыққа айтатын. Енді 3-ші сұрақты осы сұрақтарға байланысты болғаннан кейін оның да жауабын тыңдап қойдық. Қазақстандағы әр кәсіпкер естуі керек бір ғана сөйлемді айтып жіберсеңіз. Сол еңбекқорлық. Бір сөйлем ба? Бұл адамға тұрақтылық қой. Бүкіл кәсіпкердің өмірі мынау таңның атысымен, күннің батысымен
екі арада тіршілік жасау. Таңның атысы, сен ерте тұр, әрекет ет, бүкіл өмір өзгереді. Мен қазір насихаттап, өзіміздің бойымыздан да соны сезініп, барлық осы өмірде бос өткізбейін, өмірде үлкен мақсаттарға жетейін, жалпы мен тұлға болам деген азамат ерте тұрып әрекет етеді. Содан сол адам еш уақытта алаяқ болмайды, ешкімді алдамайды, тұрақтылыққа мықты болады, өзінің сөзіне берік болады, жалпы мықтылық бойына жиналады ғой сол адамнан. Мен соны айтқым келеді. Тамаша, рахмет Жандарбек аға, уақыт арнап келгеніңізге мың алғыс. Құрметті көрермен, біз кәсіпкердің табысын ғана емес, сонымен қатар оның артында тұрған мықты шешімдерді, проблемаларды, үлкен тәуекелдерді талқыладық деп ойлаймын. Егер шығарылым ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Алмас, сәттілік, жұмысыңа берекелі. Алла разы болсын.